сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандарым? Арнама қош келдіңіздер. Өмірде болған оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнама тіркеліп, қолдау көрсетіп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Анам менің әкеме үйленбей тұрып тұрмыста болған. Күйеуі басқа әйел алып алған соң, анам шыдамай кетіп қалған екен. Иә, әңгіменің басын осымен бастадым. Қызық болса, соңына дейін тыңдаңыз. Қазір жасым 21-де. Иә, 21-де болсам да тұрмысқа шығып, тіпті ажырасып үлгердім. Оның барлығын жаймендеп түсіндіремін. Анамның бұрынғы күйеуінен бір ұлы бар. Ол ағам қазір үйленген, үй жайы бөлек. Бұрынғы күйеуі анамды елемей, басқа әйел алған соң, анам нағашы ата әжемнің үйіне барып тұрған. Шамамен 2 жылдай. Ол кезде ағам Ерман 5 жаста болған екен. Біраз уақыттан соң нағашы әпкем анамды бір жігітпен таныстырады. Бірақ анам оны ұнатпаған көрінеді. Себебі ол өзінен 13 жас үлкен, әрі құлағы естімейді. Қанша қарсылық танытса да, нағашы әпкем анамды көндіріп, ақыры сол кісіге тұрмысқа шығуға мәжбүр қылады. Ол заманда ажырасып келу деген тозақпен бірдей, намыс, ар-ұят дегенді мықты ұстаған. Ақыры анам көніп, болашақ күйеуімен жолығуға барады. Ол кездесуде күйеуінің құлағы дұрыс естімейді, барлық нәрсені айқайлап айтуға тура келеді. Алатын зейнет ақысы бар, құлағында арнайы құрылғысы да бар екен. Күйеуінің 3 қызы, 1 ұлы бар. Олар анасымен бірге бөлек тұрады. Алимент төлемейді екен. Анам Ерман ағам туралы айтқанда, оның өзімен бірге алып келуге түбегейлі қарсы болған көрінеді. Сол сәттен бастап Ерман ағам нағашы атам мен апамның жанында болған. Көп ұзамай анамды үйден алып кетіп, шағын салтын жасап, өз үйіне қондырады. Одан соң анам жаңа ата енесімен көп уақыт тұрмай, бірден қалаға бөлек шығып кетті. Біраз уақыт пәтер жалдап, сандалып жүріп, жатақханадан бір бөлмені ақшалары көтергенде сатып алады. Дәл осы уақытта маған аяғы ауыр болған екен. Әкем базарда біраз уақыт жүк тасушы болыпты. Анам болса бір үлкен супермаркетте еден жуушы қызметін атқарған екен. Маған аяғы ауыр болса да, біраз еңбектеніп, тырбыңдап, ақша жинаған екен. Көп ұзамай, көктемнің 1 айында мен дүниеге келдім. Иә, есімім Назима, әкем қойыпты. Мен туылғанда да анам мені де жұмысқа ертіп, алып барып істеген екен. Көп ұзамай сіңілім Назира дүниеге келді. Оның да есімін әкем қойған. Ол менен 2 жасқа кіші. Екеу болғандықтан анамның жұмысында қиындықтар шығып, біраз үйде болдық. Жанымызда әкеміз болды, ал анамыз күндіз-түні жұмыс жасап жүрді. Бізге әкем қарады. Әкем қанша мүгедек, құлағы естімейтін үлкен кісі болғанымен, бізге мықты тәрбие берді. Жан-жақты шындады, тазалықты мықтылап үйретті. Бірақ әкем мен Ерманның бастары сыйыспады. 2 қошқардың басы бір қазанға сыймайды деуші еді ғой. Екеуі үнемі ұрысып қала беретін. Себеп жоқ, бірақ ұрыс көп. Ермен ағам нағашы ата әжемнің үйінде тұратын. Назира екеуміз онда барғымыз келетін. Бірақ әкем ол жақта Ерман болғандықтан бізді үнемі жібермейтін. 4 немесе 5 рет қана барған шығармыз. Нағашыларымның үйіне барайыншы десем, әкемнің төбе шашы тік тұратын. Назира екеуміз бір мектепте оқыдық. Ол менен 2 сынып төменде болды. Арамыз 2 жас қана болғандықтан ба, тым тете болып өстік. Мен 11 сыныпта оқып жүрдім, ал Назира 9 сыныпта болды. Екеуміз де сұлу, әрі ұзын бойлы ақ құба болдық. Көп адам бізді байдың қыздары деп ойлайтын. Жүріс-тұрысымыз да, көкіректігіміз, асып-тасып бара жатқан сөздеріміз біздің жағдайымызды білдіртпейтін. Біздің үй ішімізді бірен-саран ғана адам білді. Оның өзінде көршілеріміз ғана. Көп жігіттер сөз салып, қаладағы танымал студиялар жұмысқа шақыратын. Бірақ 18-ге толмағандықтан ол жерлерде жұмыс жасай алмаймыз. Арада
Біраз айлар өтті. Мен мектепті бітіріп, кондитерлікке оқуға түстім. Сіңілім де 9-дан соң сол жерге түсті. Екеуміз үнемі бірге жүрейік деп бір жерді таңдадық. Бір жағы қаражаттың жеткен жері сол. Өмір тосын сыйға толы екен. Мен күтпеген жағдай мені таңқалдырып, біраз ойымға салды. Бәрін бір Аллаға тапсырдым. Оқып жүріп, біраз выпечкаларды пісіруді үйрендім. Бір жағы модель ретінде жұмыс жасай бастадым. Себебі бойымның ұзындығы мен тіп-тіке жүретінім барлығын таң қалдыратын. Біраз ақша жинап алдық. Өзіміздің стипендиямыз да бар. Біраз жоспарларымыз бар еді. Бірақ әкем ақшамыздың барлығын алып алады. Құлағына жаңа аппарат алу керек екен. Сол үшін оған қатты қынжылмадық. Не дегенмен әкеміз ғой. Әкемнің денсаулығы біз үшін қымбат. Біреулер әкеге зар болып жүр. Әкемнің барына шүкір. Бірақ кейде әкем ұрысып жекеген кезде қатты ашуым келеді. Өмірімен алып, неге бұндай әке бердің деп Құдайға өкпемді айтқан кездерім болды. Бірақ кейін ұмытып кететінмін. Алайда бәрібір іште бір нәрсе тұрады. Арада бір жыл уақыт өтті. Әкем ойда жоқта мені оқудан шығарып алды. Ал сіңілім сол жерде оқып жатты. Маған: саған оқудың қажеті жоқ. Одан да бір жағы модель болып, бір жағынан тағы да бір жұмысты жасайсың. Әке, ол қандай жұмыс? Әкімшіліктен саған хатшының орнын тауып қойдым. Бас тартпа, мен мұны қанша уақыттан бері жоспарлап, дайындап келем. Әрең дегенде таптым. Жақсы жұмыс, жерде қалмайсың. Сенің модель болып жұмыс істеп тапқан ақшана жасанды диплом сатып алдым. Сол арқылы жұмысқа тұрасың. Әкетайым, қалай бас тартамын? Бұл деген керемет қой. Оқу оқымадым деп бастысын алыма. Сен үйдің үлкенісің. Отбасынды асырау сенің мойнына жүктеледі. Анан да қатты шаршап жүр. Қашанға дейін ананның ақшасына жармасып отырамыз? Әрине әкешім, бас тартпаймын. Сіздерге қиыншылық көрсетпеймін. Уәде беремін, әкетай. Хатшы ретінде жұмысымды бастап кеттім. Әкем айтқандай жасанды дипломмен тұрдым. Бірақ оны ешкім білмейді. Білсе, қатты айқайдың шығары сөзсіз. Бақытыма орай қатты қиналмадым. Қағаз толтыру, бастыққа су, шәй апарып беру. Барлығы мен ойлағаннан да оңай жұмыс екен. Көбісі қайда оқыдың, қандай универ, нақты қай салада деген сұрақтармен басымды қатырды. Бірақ ашып, ешкімге еш нәрсе айтпадым. Қолым тимей жатыр деген жауаппен көбіне құтылып кететінмін. Күнделікті жұмысымды бітіріп, қайтып бара жаттым. Бір көлік жаныма тоқтады. Өзі келісті келген, денелі, ірі жігіт. Үйіңізге жеткізіп салайын. Рахмет, өзім жете аламын. Бөтен ойым жоқ, қорықпаңыз. Мазамды алмай әрі жүр. Мен сенен бөтен ойынның бар жоғын сұраған жоқпын. Әрі қарай автобусқа отырып кеттім. Өзі бір түрлі секілді көрінді. Бірақ расында қорықтым. Бөтен көлікке отыру тым ерсі көрінді. Үйге жеткенше жанымды шүберекке түйіп келдім. Неге екенін бір түрлі қорқып отырдым. Бірақ неге қорқамын? Күнде барып келіп жүрген жерім. Жігіттер қараса не болыпты? Тым әдемімін. Қараса көз тоймайтындай Құдай ерекше қылып жаратты. Керісінше, осындай ерекшелікке қуанып, шүкірлік етуім керек. Тым қорқудың қажеті жоқ, деп өзімді сабырға шақырудамын. Үйге келдім. Келсем маған құда түсіп, бір бөтен ер мен әйел кісі келіпті. Бірақ жанында ешкім жоқ. Күйеу бала қайда деп әкем сұрақтың астына алып жатыр. Олар болса, қазір міне жолда екен дейді. Әкеме қарап қоямын. Бөлмене бар дегендей басын бұрды. Дереу бөлмеге кіріп кеттім. Бөлмеде Назира отыр екен. Одан не болғанын сұрай бастадым. Назираның айтуы бойынша олар маған құда түсіп келген. Осы қаланың адамдары. Бар жағдайымды жасайтын көрінеді. Бірақ жігіт жұмыстан шыға алмай жатыр екен. Кешігіп келеді деп жатыр. Мән жайдың басын біліп алдық. Енді әкем нендей шешім қабылдар екен? Менің қазір тұрмыс құратын ойым жоқ. Мен жұмыс жасап, өз-өзіме көңіл бөлуім керек.
ата-анамды және өзімізге жақсы пәтер алу үшін ақша жинауым керек. Көп ұзамай есік қоңырауы басылды. Есікті анам ашты. Күйеу жігіт келген көрінеді. Келіп, амандасып білісіп жатыр. Бірақ неге екені белгісіз, даусы тым таныс. Бір жерден естіген сияқтымын. Есіктен сығалап тұрғанымда, «Назима, бері кел» деген дауысты естіп, шошып кеттім. Жайлап шықтым да, ас бөлмесіне қарай бара жаттым. Сөйтсем сол, дәл сол жолда мені апарып салайын деп жатқан жігіт. Дәл өзі, қарап тұрып жыным келді. Ашуым шығып тұрғаны сонша, айқайлап бердім. Сенбе сонда, өзің кешігіп келе жатсан да, жолда басқа қыздарға қырындап келе жаттың. Ондай адаммен қалай отау құрмақпын? Әкем, ашуынды бас қызым, деп жатты. Одан сайын ашуланып кеттім. Тіпті қаным басыма шауып жатқандай. Тіпті тоқтай алар емеспін. Бір уақытта әлгі күйеу баласымақ. Неге сонша ашуланасың? Егер сол кезде көлікке отырғанында, екеуміз қазір бірге келер едік. Мен сені таныдым, таныған соң тоқтадым. Болашақ жарыммен бірге болашақта ата-енемізге бірге кірейік деген ниет болды. Ал сен асыра сілтеп жібердің. Шынымды айтсам, абдырап қалдым. Ата-анамыз да түсініп, бір күліп алды. Ұялғанымнан сыртқа шығып кеттім. Қатты ыңғайсызданып қалдым. Дұрыс ойламаппын. Ашу дұшпан, ақыл дос деген осы шығар. Әкем келіспейтін шығар десем, ол кісі неге қарсылық танытпады екен? Соны түсінбей отырмын. Маған тұрмысқа әзір шықпа деп жатқаны қайда? Танысы дейін десем, енді ғана танысып білісіп отыр. Әйтеуір, ойланып әлек болып отырғанымда, артымша әлгі жігіт шықты. Келді де жаныма отырды. Бірден әңгіме бастап кетті. Екеуміз тіпті таныспаппыз да. Менің есімім Асқар, сенің есімін Назима. Оны білем, жаңа айтты. Қай жылғысың? Оны сұрамаппын ғой. Жақсы, менімен сөйлескің келмей тұрған секілді. Өтінем, жақынырақ танысып, біраз әңгімелесейік. Жұмыс жасап жүр екенсің. Ертең екеуміз үйленсек те, жұмыс жасайсың ба? Солай де, жарайды. Өзін ұзақ, ашушандықтан кейін үнсіздікті ұнатады екенсің. Ендеше былай жасайық. Егер ертең екеуміз үйленіп жатсақ, сен жұмыс жасамайсың, үйде отырасың. Жоқ, неге үйде отыруым керек? Үйде отырмаймын, жұмыс жасаймын. Жә, мақұл, жасайсың. Тек сені сөйлеткім келген. Оның бұл сөзіне шыдамай күліп жібердім. Солай екеуміз сөйлесіп кеттік. Өзі тым ақылды, сүйкімді, әрі әзілқой жігіт. Маған расында ұнап қалды. Адамды сөйлете біледі. Еркектік мінезі бар, батыл, әрі ержүрек. Екеуміз біраз сөйлесіп болған соң, әке-шешеміздің жанына бардық. Осылай олар өз үйлеріне қайтты. Үйге кірген соң бірден әкеме бардым. Әке, дұрыс шешім қабылдадыңыз ба? Маған біраз жұмыс жасайсың дегеніңіз қайда? Қызым-ау, осы қалада тұрады екен ғой. Жұмысқа жібереміз, бара береді деп жатыр. Жақсы кісілер көрінеді ғой. Неге сонша ашуландың? Жай, неге сізді жай ғана рұқсат береді деп жатқаным ғой? Жай қойшы қызым, шай тамағыңды іште, ертерек демал, шаршаған шығарсын. Жақсы. Таңертеңгісін жұмысқа бара жаттым. Жолда Асқар жолықты. Мені жұмысқа апарып тастады. Өзімен бірге түрлі тәттілер алып келіпті. Онысына риза болдым. Егер ол мені бұлай еркелете берсе, мен басына шығып аламын ғой, деймін ойланып. Жұмыстан шыққан соң тағы да келіп, саябақтарға қыдырдық. Кешкі асымызды іштік. Екеуміз осылай күнде кездесіп жүрдік. Оған деген сезімім күшейе түсуде. Тіпті оны көрмесем тұра алмайтындай болдым. Бір күндері ол Ташкентке кетпекші болды. Өзі балмұздақпен айналысады екен. Ташкенттен балмұздақтың заттарын алуы керек көрінеді. Солай 10 шақты күнге барып қайтамын деді. Қимай әрен қоштастым. Пойызге шығарып салып, өзім вокзалда біраз ойланып тұрып қалыппын. Кенет телефонның дыбысынан ес жидым. Анам хабарласып жатты. Алло, анашым? Қызым, тез үйге жетші, өтінемін. Мам, бәрі жақсы ма? Не болды? Жақсы емес қызым. Әкеңнен айырылып қалдық. Тезірек үйге жет. Әкең қайтыс болды. Телефонды қояр қоймас
Таксиге міндім де үйге қарай асықтым. Келгенше екі көзімнен тоқтамастан жастар парлап жатыр. Мұндай боларын кім білген? Әкесіз өмірді қалай сүрмекпіз? Үйге де жеттім. Біраз туыстарымыз жүр екен. Бір бөлмелі үйімізде толы адам. Ине шаншыр орын жоқ. Анам мені сыртқа шығарып: Назима, өз-өзіңді ұста, жарай ма? Көрісетін орынға барып отыр. Мам, не болды өзі? Әкем қалайша? Жүрегі бірден тоқтап қалды. Дәрігерлер алып кетті. Тексереміз деп, жанына өзінің бауырлары кетті. Назира ана жақта отыр. Сен де жанына бар. Оған да қиын. Бір-біріне тіреу болыңдар. Мен ас үйде боламын. Анам кетіп қалды. Мен болсам келген адамдармен көрісіп отырмын. Қанша шыдайын десем де, көзімнен жасым тоқтамай жатыр. Бұлай боларын кім білген? Арада біраз уақыт өтті. Әкемді қара жердің қойнауына тапсырдық. Белгілеп қойған тойдың уақытын өзгерттік. Әкемнің 40-ын өткізуге дайындалдық. Уақыт шіркін демде екен ғой. Адамның емес, Алланың дегені болады. Әкемнің 40-ын өткізіп болған соң, көп ұзамай үйден ұзатылып шықтым. Өз үйіме, өз отбасыма бардым. Бірақ барған соң барлығы өзгерді. Күйеуіммен бірге құда түсіп келгендер оның ата-анасы емес екен, туыстары екен. Асқар да оны неге жасырғанын, туыстарым болса туысым деп неге айтпадың десем, үндемейді. Үйде қартайған, 70-тен асқан, жүре алмайтын анасы бар екен. Ал әкесі бұрындары қайтыс болып кетіпті, және бір қарындасы бар. Олардан нақтысын сұрағанымда тек осыларды айтты. Бойдақ кезімде күнде қыдыртып, әр нәрсе әперіп жүрген Асқар енді жоқ. Мінезі де өзгеріп, үйден көп шығатын болды. Тіптен апталап үйге келмейтінді шығарды. Оған не болып қалды деп ойлаумен болдым. Күйеуімнің туыстары болса, қашан көтересің? Аяғын ауырламады ма? Деген сұрақтармен мезі етті. Қалайша аяғым ауыр болады, егер күйеуім үйдің бетін көрмесе? Ақыры Асқар үйдің бетін көрді. Келді де, шаршап жатырмын, жұмыс көбейіп кетті, деп ұйықтап қалды. Оған мен қарап тұрамын ба? Неге үйге келмейсіз? Назима, қойшы, неге қоямын? Жан-жақтағылар менің миымды жеп жатыр. Мен қалай қоямын? Не істеп жүрсіз өзі? Қойшы дедім ғой саған, неге жыныма тие бересің? Ұнамай ма? Кет, бар да шешем мен сіңілімнің жанына бар. Бұлай миымды жейтініңді білгенінде сені алмайтын едім. Бұл сөзіне қатты жыным келді. Ол мені тіпті көзіне де іліп тұрған жоқ. Заттарымды жинадым да кетіп қалдым. Ол маған қайта хабарласа ма деп үміттендім, бірақ хабарласпады. Үйге бардым. Тіп-тіке жүретін менің басым салбырап келді. Анам мен сіңілім түріме қарап шошып кетті. Не болғанын түсіндіріп айтқанымда, олар қатты таң қалды. Себебі оларға бұл жайлы мүлдем айтпағанмын. Өте бақыттымын деп алдап қоя салатын едім. Бірақ анам келген себебімді білсе де қайт деді. Оған таң қалған мен: мама, неге олай дейсіз? Көріп біліп тұрсыз ғой, ол мені өзі қуды. Мүмкін біреумен ұрсысып, ашуын сенен алған шығар. Олай босқа нәрсеге даурыға берме, бұлай болмайды. Ел жұрт естісе не дейді? Ұят болады қызым. Мам, бірақ ол хабарласпады да ғой. Мен не істей аламын? Үйіндегі 70-тен асқан шешесін қараймын ау. Бірақ күйеуім үйде жоқ болса мен не істеймін? Жынды болайын деп қаламын. Әр нәрсені бір ойлап жынданамын, мам. Қызым, қой, болды. Мені іздемедің деп кінәні одан іздей берме. Жұмыстан шаршап келгенде бірден зекіпсін. Оның дұрыс емес. Демалып болған соң таңертең сөйлессен де үлгеретін едің. Бар енді, бара ғой қызым. Анамның айтқанын жерге тастамай, қайтадан сол үйге бардым. Күйеуім үйде екен. Кірдім де кешірімді өзім сұрадым. Бірақ үндемеді. Мүмкін маған ашулы шығар деп жүре бердім. Қайта-қайта бетіне қараймын. Бірақ менен жүзін ала қашады. Барған күні ертесіне тағы кетіп қалды. Мен бірақ бұл жолы бәріне шыдадым. Анамның айтқандары есіме түсіп, кетуге шыдамым жетпеді. Кәрі шешесіне қарасам, қауырсыған, дұрыстап сөйлей де алмайды. Маған дұрыс тіл де қатпайды. Ал қайын сіңілім болса, басқа қалада оқуда. Үйге көп келмейді. Кәрі енемнің шай тамағын беріп, күнім есік пен телефонға телмірумен өтті.
Жұрт болса мені өсектеп әлек. Бедеу екен ғой, мүмкін бермей жүрген шығар, деп мені кінәлаумен әлек. Ешкім еркектен кінә іздемейді. Барлық кінә әйелден. Күндердің күнінде күйеуім үйге келді. Бұл жолы шыдамадым. Маған еш нәрсе айтқыңыз келмей ме? Мен сізге зат емеспін. Егер жасырып жүргеніңіз болса айтыңыз. Мен қазір жүк көлігін жалдап қойдым үйге. Дей бергенінде есік қоңырауы басылды. Асқар барып есікті ашты. Екі кісі келіп диванды, шифонерді, кухняны бұза бастады. Асқар, менің артымнан келген заттарды неге бұзып жатыр? Олар біткенше жүр, сыртқа сөйлесіп қайтайық. Сыртқа шықтық. Асқар, сенен бір нәрсені жасырдым, және сол үшін кешірім сұраймын. Толық айтамын. Сөзімді бөлме, менің әйелім бар, бір қызым бар. Сені тек тоқалдыққа алдым, анама қарасын деп алдым. Бірақ мен сізді сүйдім ғой, шын жүрегіммен сүйдім, қатты жақсы көрдім. Тоқта, менің әйелім бар, екеуіңді бірдей жақсы көремін деп ойладым. Бірақ сен өз әйелімдей бола алмайды екенсің. Қазір үйіне апарып тастаймын. Шешеңнен бір ауыз кешірім сұраймын. Үйдегі жүк, киім, бәрін жүк көлігіне салды. Содан соң көлікке отырдық та төркініме қарай жөнелдік. Бардық та мені анамның қолына ұстатты. Жылауға да шамам жоқ. Ештеңе түсіне алар емеспін. Күйеуім, яғни бұрынғы күйеуім осылай мені үйіме әкеліп тастап кете барды. Менің анамның тағдырына ұқсас тағдырым осы. Енді анам сияқты жарымжан, ажырасқан біреуге тұрмысқа шығатын шығармын. Білмеймін. Әйтеуір қазір үлкен күйзеліске түстім. Мұндайды ешкімге тілемеспін.